Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде қазақ тілі сабағы 52-ші сабақ ұшқыш болғым келеді. Күрделі сөз тақырыбында өтеміз. Бүгінгі сабақта мәтіннің тақырыбы бойынша мазмұнын болжайсыңдар және күрделі сөздерді ажырата аласыңдар. Балалар, оқулықтан 108-ші бетті ашамыз. Барлығымыз сабаққа дайын болайық. 19-шы жаттығуға қараймыз. Мәтіннің тақырыбы бойынша оның мазмұнын болжа, содан соң мәтінді мұқият тыңда. Тапсырмасы берілген. Хиуаз Доспанова. Хиуаз жасынан қағылез, бір беткей, еркін, намысшыл қыз болып өсті. Өз құрбылары сияқты қуыршақпен ойнауға, әткеншек тебуге қызықпады. Ол әкесі жалақысын алған сайын кітап сатып алуды әдетке айналдырды. Хиуаз өте алғыр болып, 6-шы және 7-ші сыныптарда бір жылда бітіріп шықты. Ұшқыш болуды армандаған қайсар қыздың шешіміне әке-шешесі қарсы болмады. Ол Мәскеудегі Жуковский атындағы әскери әуе академиясына барып бағын сынады. Жолы болмаған жас қыз мединституттан алған білімін тылда еңбек етті. Болашағын әуелеген бұлттар арасынан көрген қанатты қыз аэроклуб оқуына жазылды. Сүп-сүйкімді қазақ қызының алғырлығы мен қайсарлығына қызыққан атақты ұшқыш Марина Роскова Хиуазды ұшу өнеріне баулыды. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Хиуаз Доспанованың халық қаһарманы дәрежесіне жетуіне қандай қасиеттер көмектесті? Ұшқыш болу үшін адамда қандай қасиеттер болу керек? Балалар, мына осы берілген сұрақтарға мұқият ойлана отырып жауап беріңдер. Сонымен қатар балалар, қолдарың бос кезде сендер өздерің дереккөздерден Хиуаз Доспанова туралы мәліметтер жинап, достарыңмен бөліссеңдер болады. Бірақ бұл соңғы тапсырманы балалар тек қолымыз бос кезде ғана орындаймыз. Ал мәтіннің соңындағы 2 сұраққа мұқият ойлана отырып нақты жауап береді деп үміттенемін. Балалар, келесі бізде тапсырма 20-шы жаттығу сөздерді оқы. Яғни 2 бағандағы сөздерді салыстырасыңдар, оларға сұрақ қоясыңдар, не байқадың, соны өз ойларыңмен айтып бересіңдер. 2-ші бағандағы сөздердің жазылуына назар аудара отырып, мағыналарын түсіндіресіңдер. Сөйлемдерді көркем жазасыңдар. Балалар, бізде ереже берілген, 2 немесе одан да көп түбірден құралған сөзді күрделі сөз дейміз. Мысалға, ақтөбе, ата-ана деген сөздер берілген. Қазір бейне баянды көре отырып, бұл ережені нақты түсінеді деп ойлаймын. Жақсы балалар, бізде сонымен қатар 21-ші жаттығуда сурет бойынша, сызба бойынша күрделі сөз туралы ойынды қорыт тапсырмасы берілген. Осы сызбаны пайдалана отырып, сендер сұрақтарға жауап бересіңдер және берілген тапсырманы орындайсыңдар. Яғни мединститутта қандай мамандар дайындалады? Осы сұраққа жауап береміз және сызбадағы сөздермен сөйлем құрап жаз. Бізде ұшу өнері, бір беткей, 15-20 мединститут сөздері берілген. Осы сөздерді қатыстыра отырып сөйлем құрайсыңдар және күрделі сөздердің астын сызасыңдар. 22-ші жаттығуда тіркескен сөздерді оқы тапсырмасы берілген, балалар. Яғни осы тапсырмалар
бірінші сөздерді оқисыңдар, сонан кейін күрделі сөздерді теріп жазып, оларды қай сөз табына жататынын анықтайсыңдар. Қайталайық. Күрделі сөздер. Екі немесе одан да көп түбірден құралған сөзді күрделі сөз дейміз. Олар бірігіп бір сұраққа жауап береді. Мысалы, қарала, сарала сөздері қандай деген сұраққа, 5-6, 10 шақты сөздері қанша деген сұраққа жауап береді. Күрделі сөздер түбірлердің тіркесуі, бірігуі, қосарлануы арқылы жасалады. Мысалы, 12, 365, қарала, қызыл күрең сияқты күрделі сөздер түбірлердің тіркесуі арқылы жасалған, бір-бірінен бөлек жазылады. Ақтөс, Тайбурыл, Талдықорған, Жезқазған сияқты күрделі сөздер түбірлердің бірігуі арқылы жасалған, бірге жазылады. 5-6, жан-жануар, бала-шаға, қызыл-жасыл тәрізді күрделі сөздер түбірлердің қосарлануы арқылы жасалған. Олар бір-бірінен бөлек жазылып, араларына дефис қойылады. Жарайсыңдар балалар. Енді келесі бетте, 110-шы бетте, күрделі сөздердің сөз тіркесіне ұқсастығы мен айырмашылығы неде екенін дәлелде, ол үшін төмендегі сызбаны пайдалан. Яғни төменде берілген сызбаны пайдалана отырып, балалар, күрделі сөздердің сөз тіркесіне ұқсастығы мен айырмашылығы туралы анықтап, дәлелдеп айтып бересіңдер. Соңғы жаттығу бізде 23-ші жаттығуда өзің сияқты оқушының жазғанын оқыға ұшқыш болу үшін тек білімді болу жеткілікті ме? Қай сөйлемдерде жеткіліксіз мәлімет кездеседі? Сен қалай түзер едің? Тапсырмасы берілген. Осы тапсырманы берілген мәтінді оқи отырып, өз жауабыңды ұсын.